Сәлеметсіздер. Бүгін біз домбыраны үйренеміз. Ең бірінші біздер қағысын үйреніп аламыз. Қағыстар мінекей. Мына төмен түсіргенде мынаны ашып қаламыз. Мына саусағымызды. Міне көрдіңіздер ме? Міне жіберіп қаламыз саусағын бос. Сосын біз көтергенде міне мынандай доп-домалақ болып тұру керек. Ең бірінші жаттығуымыз міне мынандай. Төрт саусақ деп аталады. Достар, мен сіздерге айта кететінім бар. Міне, мына екінші перне ля болып саналады. Астындағы мына астыңшек соль, үстіңшек ре. Міне, мынау ля болады. Ал мынау ми болады. Сосын мынау си болса, оның досы фа болады. Ал мынау до болса, соль болады. Мынау ре болса, мынау ля болады. Ал мынау ми болса, мынау ля болады. Мынау си болады. Мынау до болса, мынау фа болады. Ре болады, ал мынау соль болады. Ми болады, ал мынау ля болады. Ал мынау си болса, фа болады. Мынау до болса, мынау соль болады. Мынау ре болса, мынау ля болады. Кешіріңіздер, мен бірақ шамамен ұмытып қалып тұрмын. Сондықтан өздеріңіз жайлап қайталап жаттап аласыңдар. Ал біз ең бірінші жаттығуымыз мана осылай істедік. Төмен төрт саусақ істедік. Енді солай жоғарыға істейміз. Істедік. Бұл біздің жаттығуымыз. Ол саусақтың әлсіздігін басады. Солай біз таза тартамыз. Негізі бұлай жүру керек қой. Ең жоғары. Осыны енді бас бармақпен, солай бас бармақпен қайталаймыз да, бас бармақпен шығып шығамыз. Осылай қайталай береміз. Сол кезде саусақтың әлсіздігі басылады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Біздің каналға тіркеліп, подписаться етіп, және лайк басып кетіңіздер. Сол кезде көп лайк пен подписчигіміз көп болса, екінші бөлімін шығарамыз. Солай біз шығарып сіздер үйрене бересіздер. Тіпті адай күйіне, тың толғауы бәріне де үйренесіздер. Сау болыңыздар.